Ертеде бір ауылда кішкентай ғана бала өмір сүріпті. Оның есімі Айдар болыпты. Айдар өте еңбекқор, бірақ тұрмысы өте төмен болады. Ата-анасы кедей болғандықтан еңбек етіп, жұмыс жасап, ата-анасына көмектесіп, мектепке жиі бара алмайтын болады. Бірақ оқуға деген ерекше құштарлығы бар еді. Оның ең үлкен арманы жақсы оқып, білім алып, ауылына көмектесу болатын. Айдар бір күні егіс егіп жүріп, топырақ астынан жылтыр бір зат тауып алды. Ол жақындап келіп қараса, ол нәрсенің сиқырлы қалам екенін байқады. Қаламды қолына алған бойда оның ішіне ерекше күш толғанын сезді. Бұл қаламның ерекше қасиеті, оны қолданып жазғанның бәрі шындыққа айналатын еді. Айдар таң қалып қалды. Сиқырлы қаламның сырын түсініп алған соң, үйіне асыға келіп, қаламмен бірінші рет «Мен жақсы оқып, білімді адам боламын» деп жазды. Бірнеше күннен кейін мектепке баруға мүмкіндік табылып, ол ең үздік оқушы болып шыға келді. Көп ұзамай барлық пәннен бірінші орынға көтерілді. Бірақ Айдар қаламды тек жақсы нәрселер жазуға ғана пайдаланған жоқ. Бір күні ол ойламаған жерден «Мен бай болғым келеді» деп жазды. Келесі күні таңертең Айдардың алдына бір үлкен қап алтын түсті. Ол енді бай болды. Бірақ оның байлығы өзі ойлағандай оған шын бақыт әкелген жоқ. Уақыт өте келе ол жалғыздықты сезіне бастады. Өйткені оның достары мен жақындары оны тек байлығы үшін ғана жақсы көретін байқады. Айдар сиқырлы қаламды қолына қайта алып, көп ойланып отырып, оның қуатының күшін түсінді. Ол бұл қаламның шын мәнінде неге қолданылу керегін енді білгендей. Ол енді жаңа жазба жазды. «Мен бәріне жақсылық жасап, мейірімді боламын. Менің байлығым білім мен жақсы істерде болады». Осыдан кейін Айдар адамдарға көмек көрсетуге, ауылындағы кедейлерге қол ұшын беруге, білімін басқа адамдармен бөлісуге шешім қабылдады. Ол өз қаламын тек жақсылыққа, әділдікке және білім таратуға қолдана бастады. Барлық ауыл оны сыйлап, құрметтейтін болды. Сиқырлы қалам Айдарға тек өзінің өмірін ғана емес, бүкіл ауылдың өмірін жақсартуға көмектесті. Ол білімнің, еңбекқорлықтың және мейірімділіктің шын мәнінде ең үлкен байлық екенін түсінді. Балақай, ертегінің түйіні мынау. Шын бақыт пен байлық тек материалдық, заттық нәрселерде емес, адамның ішкі дүниесінде, білімінде және өзгелерге деген қамқорлығында.